Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 4-ші тоқсанда Қазақстан тарихынан алғашқы бастағалы отырған тақырыбымыз Қазақстан қайта құрудың бастапқы кезеңінде. Оқу мақсаты: қоғамдық саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік интерпретация жасау. Кеңес үкіметі кезіндегі орын алған әлеуметтік-экономикалық проблемаларды талдау. Кеңес үкіметі кезінде орын алған әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдау, КСРО-ның ыдырауына әсер еткен саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени факторларды айқындау. Сабақтың зерттеу сұрағы: КСРО-ның ыдырауы заңдылық па, әлде кездейсоқтық па? Құрметті оқушы, келесі сізге берілетін видеодерекке мұқият назар салып тыңдауыңыз сұралады. Қазақстандағы қайта құру саясаты кімнің есімімен тікелей байланысты? Михаил Горбачев қайта құру саясатын жүзеге асыру үшін қандай шаралар қолданды? КСРО-да 80-ші жылдардың ортасына қарай қандай экономикалық жағдай қалыптасты? Мемлекетте демократияландыру саясатын жүргізудің Қазақстан үшін жағымды жақтары болды ма? Қайта құру бағытының нәтижесі қандай болды? КСРО-ның ыдырауына не себеп болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстандағы қайта құру саясаты кімнің есімімен тікелей байланысты? 1985 жылы наурызда КОКП орталық комитетінің бас хатшысы болып Михаил Сергеевич Горбачев тағайындалды. Ол қоғамды демократияландыру негізінде қайта құруды жүзеге асыру үшін жаңа бағыт ұсынды. Бұл бағыт тарихқа қайта құру саясаты деген атпен енді. Қайта құру саясатының мәні елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету, қоғамдық өмірдің барлық салаларын демократияландыру, жариялылық ұстанымдарының болуы еді. Михаил Горбачев қайта құру саясатын жүзеге асыру үшін қандай шаралар қолданды? Қайта құру бағыты 1986 жылғы КОКП-ның 27-ші съезінде мақұлданды. Сонымен партия елді жаңару бағытына бастауға міндет алды. Қайта құру ешқандай бағдарламасыз, ғылыми айқындамасы жүргізілді. Бұл бағыттың болжамдары көп болды. Қайта құру бағыты алғашқы кезден сәтсіздікке ұшырады. Бұған Мәскеуде Виктор Гришин, Ленинградта Григорий Романов, Қазақстанда Дінмұхамед Қонаев, Әзірбайжанда Гайдар Әлиев сияқты басшылар кінәлі деп шешілді. Осылайша, Михаил Горбачевтың қайта құру бағыты мемлекетті аса ірі дағдарыстан құтқара алмады. КСРО-да 80-ші жылдардың ортасына қарай қандай экономикалық жағдай қалыптасты? Экономикалық бағытты дамыту міндеті Ресей қаржыгері КСРО министрлер кеңесінің көмекшісі қызметін атқарған Леонид Абалкинге жүктелді. Енді КСРО экономикасының нарықтық экономикаға көшіруді мақсат еткен 500 күн атты бағдарлама қабылданды. 1989 жылы барлық сатып алу тауарларына карточкалық жүйе енгізілді. Бұл қомақты қаржыны жоғалтуға соқтырып, экономикада гиперинфляция орын алды. Жоспарлы экономикаға нарықтық жүйені енгізу шарасы сәтсіз аяқталып, керісінше дағдарысқа әкеліп соқты. Мемлекетте демократияландыру саясатын жүргізудің Қазақстан үшін жағымды жақтары болды ма? Қазақстандағы қайта құру саясатына ашық қарсылық білдірген кеңестік жүйенің оппоненттері партия басшылығына наразылықтарын білдіріп, ашық шерулерге шығып отырды. Көптеген саяси партиялар құрылып, КСРО-да ұлтаралық қақтығыстар басталды. Оған мысал ретінде желтоқсан көтерілісі, Невада-Семей қозғалысын алуға болады. Қайта құру бағытының нәтижесі қандай болды? Михаил Горбачев орталық комитеттің бас хатшысы қызметінен бас тартты да КОКП-ға өзін өзі таратуды ұсынды. КСРО-ның ыдырауына не себеп болды? Бірінші себеп КСРО-ның экономикалық жағдайына әсер еткен жаппай әскери қарулану әрекеті. Екінші себеп экономиканың техникалық жағынан артта қалуы. Үшінші себеп КСРО-да ұлтаралық қақтығыстардың орын алуы. Билік ұлттық мәселені шешуде дәрменсіз екенін көрсетті. Төртінші себеп орталық пен жекелеген республикалар арасындағы байланыстың үзілуі. Бесінші себеп КСРО құрамындағы мемлекеттердің одақтан шығатындары туралы мәлімдеп, тәуелсіздік алуға ұмтылуы.
КСРО-ның ыдырауына қайта құру бағыты кезеңіндегі сәтсіз реформалар өз әсерін тигізді деп қорытындылауға болады. Құрметті оқушылар, көрсетілген бейнебаяндағы ақпараттарды пайдалана отырып және алдарыңыздағы оқулықты пайдалана отырып, келесі берілетін тапсырмаларды орындауға шақырамын. Көрсетілген сілтемені мен сіздерге ортақ чатқа жіберген болатынмын. Сол сілтемені басу арқылы сіздер Білімленд сайтына өтесіздер. Сол жерде көрсетілген тапсырмаларды орындайсыздар. Берілетін тапсырма. КСРО-ның ыдырауына әсер еткен саяси және экономикалық факторларды жікте. Яғни, берілген тапсырманы орындап болғаннан кейін, яғни факторлардың өзінің тұсындағы дұрыс жауаптарын белгілегеннен кейін, тексеру батырмасын басу арқылы сіздер тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағаныңызды көре аласыз. Келесі тапсырма. Берілген тарихи оқиғаларды хронология бойынша ретімен орналастыр. Көрсетілген тапсырмаларды мышканың арнайы батырмасымен әрлі-берлі қозғап, өзінің реттілігімен орналастырасыз. Кейін тексеру батырмасын басу арқылы тапсырманың қаншалықты дұрыс орындағанын көруіңізге болады. Келесі тапсырма. Берілген тұжырымдарды ақиқат немесе жалған екенін анықтайсыз. Тағы да тексеру батырмасын басу арқылы тапсырмаңыздың қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс екенін тексересіз. Қорытындысында тақырыпқа байланысты сізге тест тапсырмасы беріледі. Тест тапсырмасы 5 сұрақтан құралады. Бұл жерде берілген дұрыс жауабын баса отырып, тексеру батырмасымен сұраққа дұрыс жауап бергеніңізді немесе бұрыс жауап бергеніңізді көре аласыз. Сабақтың қорытындысында сізге арнайы берілген кестеде тапсырмалардың орындалу пайызы көрсетіледі және ортақ сапасы көрсетіледі. Оны аяқтау батырмасын басу арқылы көре аласыздар. Соңында аяқтау батырмасын басып, өзіңіздің сапаңыз шыққаннан кейін скриншот жасап, ортақ чатқа жіберулеріңіз сұралады.